Сәлем қыздар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге трайфл стакандағы жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Керекті ингредиенттердің барлығын описания жазып кетемін. Әдеттегідей барлығын өздерің көздеріңізше өлшеп жасайтын боламыз. Екі жұмыртқамызды жарып аламыз. Менің жұмыртқаларым үй температурасындағы жұмыртқалар. Қантымызды өлшеп аламыз. Өлшеген қантымызды шетінен жұмыртқамызға салып отырып, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Қантымызды 3 немесе 4 бөлікке бөліп саламыз. Бірден салып тастамаймыз жұмыртқамызға. Егер де қаласаңыздар, миксермен миксерлесеңіздер болады, ол міндетті емес. Маргаринімді ерітіп алдым. Сіздер үй температурасындағы маргаринді қолдана берсеңіздер болады. Бұлай ерітпей қойсаңыздар да болады. Маргаринімді өлшегеннен үстіне сұйық құятын боламын. Содан кейін сұйық май мен маргаринімді араластырған жұмыртқамыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Какаоамды өлшеп, араластырып қойған смесін үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, мен рахаттың какаосын қолданамын. Ең жақсы какаолардың бірі. Ұнымызды да өлшеп саламыз. Ұнымызды да бірден салып тастамаймыз. 3 немесе 4 бөлікке бөліп, ана қанты салғандай шетінен салып отырып араластырамыз. Ең соңында разрыхлитель тестамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін пешіміздің ыдысына салып, астына пергаментімізді төсеп, қызып тұрған 180 градустағы пеште 10 немесе 15 минутта пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз өте жұқа болғандықтан тез пісетін болады. Бисквитім 15 минутта пісті, 15 минутта суыды. Енді суыған бисквиттарымды осында стаканның үстіне үгітіп салып жатырмын. Егер қаласаңыздар, бөлек ыдысқа үгітіп алсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы. Үгітіп саламын. Толықтай үгітпеймін, кішкене комоктар болады арасында. Барлығын стакандарымы бөліп салып аламын. Мен мына жерде менде 6 стакан, мен тағы да 3 стакан қосамын. Негізінде 11-12 стакан шығады осы бисквиттен, осы мен жасап жатқан кремімнен 11 немесе 12 дана трайфл шығады. Үгітіп алған бисквиттарымыздың үстіне осындай сироп құямыз. Бұл жерде қант пен сүт. Мен описания жазып кетемін. Қыздар, қаншалықты қосу керек екенін. Қанты ергенше жақсылап араластырамыз да, бір қасықты құйып шығамыз. Бұл біздің қамырымыз кішкене орыс тілімен айтқанда влажный болу керек. Сол влажный болу үшін бисквиттеріміз қатты құрақ болып қалмасы үшін осылай құйылады. Бір қасықтан ғана құямыз, одан артық құймаймыз. Сливкемізді, творожный сырымызды, сахарный пудрамызды өлшеп, миксермен миксерлеп аламыз. Кішкене бірінші сливкемді көп ішітіп аламын, содан кейін сахарный пудрамен творожный сырымды миксерлеп аламын. Ол менде комок болып қалмас үшін үсті бірінші бөлек миксерлеп алатын боламын. Байқасаңыздар, мен сахарный пудрамды ситадан өткізген жоқпын. Ситадан өткізбей осылай жасасаңыздар, сіздердің кремдеріңіз іртік комок болып қалмайды. Бөлек миксерлеп алғаннан кейін барып, сливкеміздің үстіне творожный сырымызды салып, тағы барлығы бірде масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Мен кремі қатты плотный, қатты болғанын қаламаймын. Мен кремі жұмсақты болғанын қалаймын. Егер қаласаңыздар, кремін қаттырақ болып жасасаңыздар болады. Көбірек миксерлеп, кремі сол кезде қаттырақ болады. Ал мен кремін жұмсақтау қылып жасаймын. Кремімізді кондитерлік мүшекке салып, мүшекпен жұмыс жасасаңыздар ыңғайлы болады. Осылай кремімізді жағып шығамыз. Креміміздің үстіне тағы да бисквитімізді үгітіп, қалған бисквиттерімізді барлығын креміміздің үстіне үгітіп салып шығамыз. Енді бисквитіміздің үстіне тағы да жарты қасықтан ғана құямыз. Жарты қасықтан сироптарымызды құйып шығамыз. Сироптың үстіне тағы да кремдерімізді жағып шығамыз.
Кремімізді қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Бұл бізде шоколадымыз төмен ағып кетпес үшін жасалынады. Барлығын теп-тегіс қылып, бір тесік қалмайтындай қылып тегістеп шығамыз. Креміміздің үстіне шоколадның ганашымызды құйып шығамыз. Барлығын бірдей қылып, қасықпен құйсаңыздар өте ыңғайлы болады. Мен шоколадның ганашымды водяной баняда, яғни қайнап тұрған судың үстіне ерітіп алдым. Нене қосқандарымды описанияға жазып кететін боламын. Ганашымызды құйып болғаннан кейін холодильникке 1 сағатқа немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Шоколадымыз қату үшін. Содан кейін бар біздің тортымыз дайын, дастарханға қойып жіберсеңіздер болады. Ал бетін кез келген жеміспен әрлесеңіздер болады. Мен малина, персик и мятаның жапырақтарын қойдым. Видеоны дәл осы жерінде көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.